Армысыздар, өмір теңіз арнасының тыңдармандары. Жүзекше бүгінгінің хикаяты «Думанды түн», Олжабайдың бірінші әңгімесі, екінші бөлім. Авторы Жақсылық Төлеген. Телефон ұзақ сыңғырлады. Трубкадан марғау мысық дауысты әйел үй үшін хал жағдайымды сұрап, іші бауырыма кіріп бара жатыр. Тәтті тілімен әңгімеге тартып, дәл бір бұрыннан етене таныс кісідей емеурейді келіп. Әңгіменің басында бұл кімей деген сұрақ туындаса да, сәлден кейін мәселе айқындалды. Мен де көпті көрген жігітпін ғой. Бұлтыңдатпай әңгімені төтесіне бұрдым. Дөп басыппын. Бикеште ырыққа көнейін деген сыңай білдірді. Ей, не бопты? Қоңырау соққан өзі. Менің ештеңеден тайсақтайтын ретім жоқ қой. Сонымен свиданияны жүргіш жігіттер жақсы білетін, думаны таңға дейін тарқамайтын қаладағы белгілі орында кешкі сағат 9-ға белгіледік. Құланның қасуына мылтықтың басылу дегендей, үйдегінің де балалармен төркіндеп кеткені мұндай жақсы болар ма? Кәдімгідей делебем қозып, жасырып қойған жерімнен бір кешке жетеді-ау деген соманы қалтаға басып, сыланып, сипанып, уәделескен жерге бір шама ерте келдім. Сағат тілі әлі кешкі 9-ға жете қоймаса да, кафеде әлде қашан думан қызып жатқан екен. Пісірілген шашлықтың, сірке суының, арақтың иістері қолғаға соғып, басыңды айналдырады. Бөгде көзден таса кабиналардан әйел еркек дауыстары гүжілдей сыңғырла естіледі. Өрімдей жас даяшы қыздар зыр жүгіріп кабиналардағыларға тамақ тасумен әлек. Залдағы әсем безелген, шеттеу тұрған үстелдердің біріне келіп, жайғасқаным сол еді, ал жапқышы кіршіксіз таза қолында ас мәзірі бар сұлу қыз жаныма жетіп келіп, амандасты да басын иіп тұра қалды. Мен Тамара апайды сұрадым. Ол қазір деп сырт айналды да, сәлден кейін сыры кетсе де, сыны кетпеген сырлы аяқтай ажарлы, кезінде хас сұлудың өзі болғаны жасы қырықты қырқаласа да көрініп тұрған толықтау әйелді ертіп келді. Отырсам бола ма деген ишараны әдемі көздерімен аңдатып, баппен қарсы алдыма жайғасты. Әрқайсында добалдай алтын жүзіктер жалт-жұлт еткен мінсіз саусақтарын сытырлатып, нәркес көздерімен маған сынай қарап жауап күтіп отыр. Мен Гуляны іздеп келгенімді, осы жерде сағат 9-ға кездесеміз деп уәделескенімізді айтқан соң, ол жайдарылынып орнында нықтала отырды да, ол қыздың көп ұзамай келіп қалатынын, оға дейін бір шама әңгімелесіп отырайық, замандас екенбіз деп бір қойды. Мынаның бәрі менің жеке меншік дүнием деп айналасына қамти бір қарады. Ас мәзіріне қарасам, тамақтары күндегі біз ішіп жүрген дәмдерден бір шама қымбат. Сонда да еркек емеспін бе? Бұйыртпаны басыңқырап бердім. Соң Тамара екеуміз дәл күнде көрісіп жүрген таныстардай шүйіркелесе әңгімеге кірістік. Ол осы қалада көптеп тұратынын айтып, тұрмыста жолы болмай, құндақтаулы нәрестемен далада қалған соң әлде кімнің екінші әйелі болып өмір сүргенін, соның қолдауымен қоғамдық тамақтану саласына жұмысқа тұрғанын, кешегі меншіктестіру кезеңде тағы бірер апайтос жігіттердің көмегімен осы асхананы тиын-тебен төлеп, өзіне оңай қаратып алғанын айтып, мен сияқты бейтаныс кісілердің алдында ақтарыла сөйлегеніне қарағанда, ауылда өскен қарағымсың-ау деп пайымдадым. Жалғыз ұлы да өсе келе қайыр бермей, есірткіге әуес болып, оны 2 рет үйлендірсе де келіндерінің тұрақтамағанын, баласының қазір нашақорлықтан емделіп жүргенін айтып, бір кез егіліп те алды. Ащы судан да 1-2 мәрте тартып алған соң, екі беті бал-бұлқ жана алаулап, көздерінде ерекше ұшқын ойнап, оның өңінде жасара түскенін жіті байқап отырдым. Осындай әңгіменің арасында есіктен әдемі киініп, боянып алған, арығы ма, толығы ма, шалбар киіп, бөкселерін бұлтыңдатқаны бар, бүлдіршіндей сұлу қыздар кіріп келіп, менің жанымдағы Тамарамен, ишарамен амандасып, залдағы бір есікке кіріп, қарасы батып жатты. Көз қиығымен байқап отырмын. Әлгі есікке жігіттер де кіріп, бикештерді қолдарымен шетелеп шығып, таса кабиналарға жайғасып, думан сауық жалғаса берді. Осылай екеуміз әңгімелесіп отырған кезде, әне, сіз күткен сұлу да келді деп, қолдарын шырылдатып, есіктен жаңа кірген бір бой жеткенді Тамара өзіне қарай шақырды.
Жасы 20-ларға әлі жете қоймаған талдырмаш бойлы әдемі қыз жақын келіп біздермен амандасты. Ал енді бізді ғафу етесіз ағасы. Өзіңізбен танысқанымнан өте қуаныштымын. Сіз үшін есігіміз де, құшағымыз да әрдайым ашық. Өзіңіз әлде таныстарыңызбен болсын келіп тұрыңыз деп сұхбаттасып менімен қоштасты да әлгі қыздар кіріп шығып жатқан есікке беттеді. Қызбен сөйлескен бойда сым тетіктен естілген марғау дауысты да таныдым. Думанды кешті одан әрі жалғастыру үшін біз де үстел үстін оңаша кабинаға көшірттік. Номерлерді бей-берекет теріп едім, сізге түсіппін. Біздің апаймен бұрыннан таныс емессіз бе өзі? Деп наздана сөйлеп Гуля маған қарай тығыла түсіп отырды. Шашлықтың дәмі жақпады ма, әлде баса ішкен арақ әсер етті ме? Біраздан кейін мен бір түрлі бейжай халге түстім. Сыртқа шығып таза ауа жұтып келейік дегенімде Гуля үрейленіп, есіктің алды толы әлгілер машиналармен дайын тұр. Үйкемізді апарады да басып тастайды. Одан да сәл күтейік. Мына салқын ішімдіктерден ішіп отырайық. Кейін апайға айтсақ, өзі черный ходтан шығарып жібереді. Оға дейін бүгінгі мәселенің қай жерге дейін өрбейтінін келісіп алайық, деді. Тарифті сұрасам, бір мезгілдік рахат 5000, таңға дейінгісі 15000 екен. Даяшымен есептесіп сол жердегі буфеттен арақ шарап, ол-пұл және алып, қыздар кіре беретін есікке бас сұқсақ, Тамара апай үлкен үстелдің арғы жағындағы жұмсақ орындықта отыр екен. Бөлмедегі 7-8 жас қыз бір-бірімен сықылықтай күлісіп, біздерге көз астымен сынай қарап, әңгімелерін жалғастыра берді. Тамара апайдың да бармағына бірер мыңды қысып, черный ходтан сыртқа шықса, кафенің қапырық ауасынан және күлімсі иісінен кейінгі түнгі салқын ауа жаныма майдай жағып, көңілім көтерілді. Түнгі сағат 12-лердің кезі. Гуля өзі сияқты қыздармен пәтер жалдап тұрады екен. Есіктері бөлек, бірақ бұл жерде ойын-сауықтан құр емес сияқты. Бірақ кафедегідей дүбірлете думандатпағанмен, әр бөлмеде кісілердің бар екені анық байқалып тұр. Гуля киім ауыстырып келіп, дастарханға өзіміз әкелген заттарды баппен қойып болған соң бетіме сұрақта пішінмен қарады. Мен түсіне қойдым да келісілген ақшаны алақанына салдым. Арақты ашып, 2 ыдысқа шүпілдете құйып, тілек айтып көтеріп тастадық. Өп-үшкір тілін шығарып, еріндерін жалап-жалап қойғанынан ақ, оның жас болса да өз ісіне біраз маманданып үлгергенін байқадым. Осылай біраз уақыт өтіп, 1-2 тостан кейін шам сөндірілді. Қызулар басылған соң, құшағымдағы жатқан қыз еңіреп жылап, өксігін біразға дейін баса алмады. Әншейін сізді көріп, әкемді көргенде болдым. Кешірерсіз ағай, мінезіңіз өте ұстамды екен. Кейбіреулердей басына сөйлеп табалаған рай танытпайсыз. Сосын бір ішімдегі шерімді тарқатқандағым ғой. Өзіңізге бір жарылғым келіп отыр. Түн ұзақ қой, кәне, және арақ шейік, темекіңізден беріңізші, деді де шамды жағып жаныма келіп отырды. Мектепте үздік оқыдым деп бастады ол сөзін. Бөтелкедегі арақты құйып жатып, ауылымыз қаладан алыста болғандыкіме, бізде салт-дәстүр басқашарақ болды. Үлкеннің бажырайып бетіне қарау, тіпті бейтаныс кісілермен сөйлеспек тұрмақ, олардың маңына да жоламайтынбыз. Әсіресе қыз балаларға тыйым салынған нәрселер көбірек болатын. Сабақ оқу, үйдің түрлі қамы дегендей өмір бір қалыпты өтіп жататын. 8-ші сыныптарға келіп, мектептегі олимпиадаларға қатыса бастадым. Бірде мектептегі сынақтан жақсы өтіп, бір өзім ауданға баратын болдым. Әкем мінезі тұйықтау кісі еді. Ал шешем болса жастайынан бала басты болып, үй тірлігінен ертелі-кеш көз ашпайтын, ештеңемен ісі жоқ момын әйел. Ауданға бір өзіңді жібермейміз деп, екеуі де бай балам салды. Үйге сынып жетекшісі қайта-қайта келіп, болмаған соң мектеп директоры екеулеп әкемді әупірімдеп зорға көндірді. Сөйтіп олар мені жетектегендей қып аудан орталығына әкелмелі барма. Көп қабатты үйлерді бірінші рет сонда көрдім. Тас төселген көшелер, ағылған машиналар, абыр-сабыр ерсілі-қарсылы жүрген кісілерді көріп, қорыққанымнан жан-жағыма алақтап қарай берсем керек. Мектеп директоры ағайым, осы Мәкеңнің қызының қалаға бірінші рет келуі сияқты деп күліп басын шайқағанда ғана есімді жиып ала қойдым. Жасымнан дәрігер болуды армандайтынмын.
Содан болса керек, жаратылыстану, химия пәндерін де қойып оқып, осы пәндерден сабақ беретін жасы егделеу ағайымның басын әбден қатыратынмын. Сол еңбегіме болама химия сабағынан алдыма жан салмайтынмын. Міне бүгінгі аудандық олимпиада жарысында да химия пәнінен менен өткені болмапты. Сөйтіп, маған берілген сыйлықтармен қоса облысқа жолдаманы да қалтаға салып, үшеуміз кешке ауылға көңілді оралдық. Бәріміз біздің үйге келіп түстік. Апайым әке-шешемнен сүйінші сұрап, ауыз үйде дабырлап жүр. Шешем қуаныштан өзінше бірдеңелерді күбірлеп келіп, менің маңдайымнан иіскеді. Әкем түк үндемей қолына пышақ алып, қой қораға қарай беттеді. Сол күні үйдегілер кішігірім шашу той ырымын істеді. Ауылдың әкімі, мектеп директоры, мұғалімдерім, сыныптастарым келіп, құтты болсын айтып жатыр. Өмірімде бірінші рет біздің үйде өте көңілді той-думан кеші өтті. Осылай облыстық байқаудан да жеңімпаз болып оралдым. Облыс орталығындағы университетке емтихансыз қабылданатын құжат та қолға тиді. Бірақ бізде дәрігерлер дайындайтын оқу орны жоқ. Ол үшін Ақтөбе, Қарағанды, Алматы сияқты үлкен шаһарларға барып оқу керек екен. Сөйтіп жүріп ауылда озат оқушы қыз болып көзге түскенімді байқамаппын. Мыңдап мал ұстап, байлығымен ел аузына ілінген, жасы келсе де үйленбей жүрген бір көрші жігіт болатын. Сол үйге келгіштеп әкемнің айналасын төңіректейтінді шығарды. Малға жем, олай-бұлай нәрсе, азық-түлік әкеліп тастап, әке-шешемнің көңілін аулайтын болды. Әрі өткенде, бері өткенде маған сұқтана қарайтын. Мен бұған пәленшедей мән бермейтінмін. Соңғы қоңырау соғылып, ұлттық тест сынағынан да мүдірмей өтіп, орта мектепті де бітірдім. Анама оқуға баратынымды айтқанымда, ол құптамайтындай рай танытты. Ал әкем бұлқан-тұлқан болып ашуланып, сені қысқа салым Мәлікке ұзатамыз. Оқу сенің не теңің? Шошыңдама, деп кесіп айтты. Мәлік дегені әлгі үйге келе беретін бәйшекеш жігіт. Әкемнің айтқаннан қайтпайтын томырық мінезін білгесін, оның елмесін сездім. Әрі ойланып, бері ойланып, ой түбіне жете алмадым. Өздігімнен кетіп қалуға қаражат мәселесі тағы бар дегендей. Сөйтіп күндер өте берді. Сыныптастарының бәрі оқуға кетіп болды. Бір күні көшеде келе жатыр едім, қасымнан шаңданып бір машина өте шықты. Рөлде ауылдағы бір беделді жас ортасына барып қалған Тәкен деген кісі еді. Өзін онша суғаным сүймейтін. Осы ағайға мұңымды шақсам, жәрдем бермес пе екен деген ой қапелімде санама сап ете қалды. Жатсам да тұрсам да осы оймен әлекпін. Сөйтіп, сол кісінің алдынан бір өтіге бел байладым да, оның жолын торитын әдет шығардым. Арада 2-3 күн өтпей, бұл ойымда іске асты. Бетіме қарап тұрылды. Жарайды, тек құжаттарыңды ғана ал. Кететіңді адам баласына айтпа. Тіпті шешеңе де бұл туралы тіс жарма. Осыған келіссең, жәрдемім дайын, деді ол. Мен келістім. Ешкімге ештеңе айтпадым. Таң елең алаңда бір кер кемімді үстіме іліп, үйден жырылып шықтым да, ауылдың сыртындағы жол бойында өсіп тұрған шоқ ағашқа келіп тығылдым. Көп ұзамай таныс машинада көрінді. Ол қасыма тоқтады да, мен мінер-мінбестен зымырап жолға түсті. Артқы орындықта сұлап жатып, осы үлкен қалаға келіп, бір үйдің алдына тоқтағанша басымды көтермедім. Көп қабатты үйге лифтте көтерілдік. Мұндай үйді де, пәтерді де бірінші көруім. Газ де, ыстық су да, қалған жағдайлардың бәрі ішінде. Ағайым төменге түсіп, ол бұл нәрселерді көтеріп оралды. Шәй қойып, тамақ пісіріп дегендей тірлік жасап, соңырақ тамақ желінген соң ұйықтап қалдым. Түн ортасы шошып оянсам, сенген ағайым мені аймалап жатыр. Бұлқынып көрсем, қарулы еркектің құшағынан шығып кетуге шамам жетпеді. 2 күн нәр татпай жылап жаттым. 3-4 күннен кейін әуелгі түнгі көрген хайуандықтарым қайта басталды. Бұл жолғы істеген өрескелдіктерін тілмен айтып жеткізу қиын. Айтқанын істемесең, байлап матап дегеніне жетті. Аямай соққыға да жықты. Және 2 күнге созылған тозақтан кейін түн ортасында ол мені машинасына отырғызып, осы қаланың әлде бір жеріне әкеліп есікті ашты да итеріп түсіріп тастады. Сосын көп күнгі қорлаушым бетіме бір күліп қарады да, құжаттарым салынған полиэтилен қалташаны қолыма ұстатты.
Сұқ саусағын еріне басып, маған қарай саусағын шошайтып сұқ көрсетті де шу қара құйрық тартып кетті. Мен осылай бейтаныс қаланың көшелерінде құжаттарымды көкірегіме басқан күйі жалғыз қала бардым. Әуелі одан құтылғаныма қуансам да, қаражатсыз қалғаным есіме түсіп, еңіреп жылап жібергенімді білмей қалдым. Осылай дел сал болып тұрғанымда қасымнан бір қыз аяңдап өте берді. Соңғы мүмкіндігім осы қыз екенін біліп, оның білгенін шап беріп ұстай алдым да, басымнан өткен сауданы шатып бұтып айтып бердім. Оның маған рахымы түсті ме білмеймін. Қалтасынан орамалын алып, жас айғыздаған жүзімді сүртті. Сөйтіп өзі тұратын үйге алып келді. Пәтерде бірнеше қыз болып тұрады екен. Оқисыңдар ма деп сұрасам, бәрі де басын шайқап, жоқ, оқытамыз деп кәдімгідей мені ажуалап күледі. Өздері біртүрлі көңілді жүреді. Кешке қарай тарап-тарап кетеді де бейтаныс жігіттермен түн жарымында үйге келіп ойын сауық құрады. Мен соларға қызмет етем, әйтеуір тамағым тоқ. Осылай күндер өте берді. Үйге қайтайын десем ақшам жоқ, және басымнан өткен оқиға есіме түссе көзімнен жас бырш ете қалады да, ауылға барғанда не абырой табам деп ойға қалам. Осы жерге келгенде Гуля терең күрсініп темекіге қол созды. Шайды жаңалап, арақ құйды. Обалына не керек? Зуля менің қамқоршымның аты. Менің әзірге осылай жүргенімді бетіме салық қылмады, деп үзілген сөзін жалғастырды қыз. Бірақ жаз да күз де өтіп, қыс та келді. Жаңа жылды өмірімде бірінші мәрте маған жат жағдайда күтіп алдым. Ұзақ уақыт сыртқа шықпағандыкіме терезеден сыртқа қарасам көздерім ауыратын болды. Күннен күнге әлсірей бастадым. Зуля бірде менің бұл пішінімді көріп мүсіркей қарап, «Ей, сен осы жүкті емессің бе?» деп салды. Мен болсам түк түсінбей оның бетіне аңтарыла қарадым. Түстен кейін әр қыздың сыйған бір-бір киімін кигізіп, Зуля мені таныс дәрігерге апарды. Еркектің алдында шешіне алсам кәні, қолдарым қалтырап, есім ауып құлап қалыппын. Көзімді ашсам, басымды сүйеп жанымда Зуля отыр. Бәрі жайында екен, бұған да шүкір. Бірақ сен бір малғынның қолына түсіпсің ғой. Дәрігер жағдайыңды көріп жағасын ұстады. Енді сені ешкім де бүйтіп қорлай алмайды. Қаласаң біздермен тұра бер, қаламасаң ауылыңа жеткендей ақша беремін, ерік өзіңде, деді. Мен селк ете қалдым. Көз алдыма әкем мен шешем әлгі тәкен найсап, елестеп дір-дір етіп сол жерде және естен тануға сәл-ақ қалдым. Осыдан кейін Зуля екеуміз әбден сырлас болып алдық. Сыртқа шығып дүкендерді аралап, күндіз қыздар ұйықтап жатқанда төңіректі қыдырып бой жазамын. Бірақ адасып кетем бе деп алысқа ұзамаймын. Бірер жетіден кейін жүзіме қан жүгіріп өзіме келе бастадым. Тәбетім де ашылып, тамаққа қарайтын болдым. Бір күні Зуля мені дүкендерді аралатып жүріп, сыптай етіп киіндірді. Туғалы мұндай киімдерді киіп көрмеген басым айнаға қарап өзімді танымай қалдым. Зуля болса айналамда көбелектей ұшып қонып бетіме опа далап жағып кірпігімді көздерімді бояп тағы да шар айнаның алдына алып келді. Айнадан маған өте сұлу, бірақ көзіне терең мұң ұялаған бейтаныс біреу қарап тұрды. Мен осы кезде өмірімде тағы бір кезеңнің басталғанын пайымдап ұққандай болдым. Қанша ауылдың қызы болсам да, бірге тұратын қыздардың қандай іспен шұғылданатынына ақылым жетіп қалды. Үйге келген жігіттер әзілдеп, ол жер бұл жеріме қол жүгіртсе де бұрынғыдай үркіп, шошымайтын болдым. Зуля бір күні менімен шындап сөйлесетін уақыт жеткенін ұқтырып, екеуміз оңаша отырып әңгімелестік. Ол да басынан өткендерін айтып, екеуміз біразға дейін көз жасымызға ерік беріп мұңдастық. Оның да жетісіп тұрған жері жоқ екен. Ол осы жақын маңайдағы қаланың қызы болып шықты. Әкесі маскүнемдікке салынып, арақтан есінен айырылған сонша, бір күні туған қызына қол салғандай дәрежеге де жеткен. Бірақ бұлардың айқай-ұйқайынан оянып кеткен шешесі масқара болудан құтқарып қалыпты. Құрбы қыздары біртіндеп тұрмысқа шыға бастаған кезде бұған сөз салушылар шықпапты. Әкесінің кім екенін білетін жұрт қызына менсінбей қарайды емес пе? Содан колледжде оқып жүргенде бірге оқитын курстас жігіт бұны алып қашып кетеді. Жігіт жағы сұрастыра келе мұның төркіні жөнінде әңгімеге қанған соң жас келінді басқа көзге соғып күн бермейді. Күйеуі де әке-шешесінің айтқанынан шыға алмай әйтеуір екеуі айырылысып тынады.
Бірер айдан кейін қыз тауып, ол өте іле нәзік болып дүниеге келген себепті сол туу үйінің өзінде-ақ қайтыс болады. Оқуы әлде қашан адыра қалған Гуля осылай жеңіл жүріске түсуге мәжбүр болады. Сол төңіректе әкесі де арақтан өледі. Анасына үйелменді-шүйелменді іні-сіңілдеріне осылай ақша тауып көмек беріп тұрады екен. Сол күні кеште Зуля оны Тамара апаймен таныстырды. Міне, осылай күн кешіп жатқан жағдайым бар ағай деп егілген қыз қайта шөлмекке жабысып, ыдысқа толтыра арақ құйды да темекіні үсті-үстіне құшырлана тартты. Талай қоқайды көрдім деп әңгімесін әрі қарай жалғастырды қыз. Тамара апаймен тығыз жұмыс жасайтын болдық. Зуля екеуміздің арамыздан қыл өтпейтін досқа айналдық. Кейде қансонарға да бірге шығармыз. Тамара апай шебер ұйымдастырушы да екен. Қалталы клиенттерге сол кісінің сілтемеуімен қызмет көрсетеміз. Кей кездерде бір-екі күнде жүріп қалатын да шақтарымыз болады. Алпауыттай жігіттерде не бір сорақы қылықтарды істесе де іштей тынып көнесің. Көнбесіңе де амал жоқ. Олардың қолынан бәрі келеді. Біздер кімбіз олар үшін? Ешкімде емеспіз. Тек жылы тауармыз. Бірақ төлемдері де қомақты болады ондайлардың. 2 жігітке немесе 3 жігітке бір өзің шығатын кезде болып тұрады. Сорақылықтың көкесін міне сондағы көресің. Әйтеуір оларға беретін ақшасының құрметіне қызмет етеміз. Осылай өзімізді жұбатпасқа амалымыз да жоқ. Зуля екеуміздің дәуреніміз көпке созылмады. Мұнда менің келгеніме 1 жылдан жаңа асқан сәтте ол жылап отырып және әңгімеге шақырды. Бүгін өзінің дағдылы дәрігеріне көрінсе, ол ашы шындықты бетіне ашып тастапты. Сондағысы Зуля жазылмайтын жаман дертке, спидке шалдыққанға ұқсайды. Дәрігер анализдерің соны көрсетіп тұр. Енді емделме бәрібір бұл аурудан әзірге айыққан адамды естігенім де көргенім де жоқ депті. Содан екеуміз құшақтасып жылап, 2 көздің жасына ерік бердік. Бірақ екінші тапсырған анализде біріншінің кебін киіп, Зуля қаладан тыс орналасқан арнаулы емханаға жатып емделуге мәжбүр болды. Мен апта сайын барып хал жағдайынан хабар алып тұрдым. Сөйтіп бір барғанымда досымның орнын сипап қалдым. Өмірден озғанына 3 күн болыпты. Жерленген жері де маған белгісіз. Дәрігерлер айтпады деп солқылдап жылап жіберді. Мен Гуляның мына әңгімесіне кейін тұла бойым түршігіп, одан тәнімді аулақ салуға әрекет жасадым. Бірақ ол мені талдырмаш қолдармен мықтап құшақтаған күйі жібермей өксіп жылап, «Аға, менің әзірге денім сау, 2 аптадан дәрігерлік бақылаудан тұрақты өтіп тұрмын» деп жалбарынды. Мен дереу рөмкеге толтыра арақ құйып, дем алмай тартып жібердім де киімдерімді кие бастадым. Қыздың бетіне бір сәттік деп қараған едім, мен оны танымай қалдым. Менің алдымда бұрынғы үлбіреген бүлдіршін қыздың орнында ұнжырғасы түсіп, иықтары қушиып, жүзі қуарған бір сүлдер отыр еді. Құрметті тыңдарман, қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл мен қоңыраушаны басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.